Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге шоколадты булочка дайындап көрсетемін. Алдымен ыстық сүтімізде сары майымызды ерітіп аламыз. Бір келгі еріп алған соң, шекер және де ванилин, аздап тұз салып, араластырып, суыған соң жұмыртқа саламыз. Араластырып болған соң ашытқы саламыз. Ашытқымыз ерігеннен соң барып, ұн салатын боламыз. Қолға кішкене жабысатын жоп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, үстін жабып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп шыққан соң, бір көлемді бөлшектерге бөліп, әрқайсысын жайып, дәл осылай шоколадный паста жағып шығамыз. Ендеше қамырымызды дәл осы көріністе орап аламыз. Оралған қамырымыздың үстін дәл осылай 3-4 тал етіп кесіп аламыз. Қатты соңына дейін басудың қажеті жоқ, жай ғана беті кесілсе жеткілікті. Қамырымызды дәл осылай листімізге теріп, үстін жабып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде үсті көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.